Ақтөбе облысында шектеу шаралары күшейтілді. Жаңа қаулыға сай халыққа қызмет көрсету орталықтары мен Қазпошта бөлімшелері және спорт кешендері алдын ала жазылу бойынша ғана қызмет көрсетеді. Моншалар мен сауналар жұмыс күндері ғана жұмыс істейді. Ал сатылатын тауар түріне қарамастан барлық дүкендер жексенбіден басқа күндері ашық. Бұған дейін базарларға жексенбі күні жұмыс істеуге рұқсат жоқ дегенмен кеше ашық болды. Кәсіпкерге қандай жаза қолданылатыны әзірге хабарланған жоқ. Дегенмен соңғы тәуліктерде індет жұқтырғандар саны азайып келеді. Алдыңғы күні 82 адам тіркелсе, өткен тәулікте 61 жағдай анықталды. Қаулы бойынша базарлар жексенбі күні жұмыс істемеу керек. Мониторинг топтар кеше демалыс күндері сенбі, жексенбі, жұма күндері жұмыс істеді. Бүгін істеген сондай нысандар болса, мониторинг топтардан арыз шағымдар түседі, рапорттар. Сол бойынша шара қолданамыз.